Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз информатика 6-шы сынып оқулығындағы мәтінді құжатпен жұмыс бөлімі бойынша келесі тақырыбымызды жалғастырамыз. Оқулығымыздың 141-ші бетіндегі 28-ші параграф гиперсілтемелер. Яғни бүгінгі сабақта біз гиперсілтеменің не екенін түсінеміз. Гиперсілтеменің түрлерін білеміз. Және гиперсілтемені қалай құруға болады, соның жолдарын қарастырамыз. Гиперсілтеме үстінен басу арқылы файлға, веб-параққа, файл бөлігіне немесе интернет желісіндегі веб-параққа өтетін түсті, әдетте көк түсті болып келеді, асты сызылған мәтін немесе қандай да бір графикалық нысан. Сонымен қатар гиперсілтеме тінтуірмен шерту арқылы қатынас орындалатын қандай да бір нысанмен байланысты құжат бөлігі. Ал бізде қатынас орнататын арнайы курсор көрсеткіші ол мынадай қол болып келеді. Енді суретте өздеріңіз байқағандарыңыздай қатынас орнату құралы деп айтылып тұрған себебі біз басамыз ол объектіге, сол нысанға, сәйкесінше келесі бетке ауысу немесе келесі ресурсқа ауысу процесі орындалатын болады. Гиперсілтеменің үш түрі бар. Бет ішіндегі гиперсілтеме бар, жүйе ішілік гиперсілтеме бар, және жүйе аралық гиперсілтеме бар. Бет ішіндегі гиперсілтеме ол белгілі бір беттің аумағында ғана ауысуларды ұйымдастырады. Жүйе ішілік гиперсілтеме бір сервер ішіндегі беттер арасында ұйымдастырылатын сілтеме, ал жүйе аралық сілтеме ол бір сайттан келесі басқа бір сайтқа, жалпақ тілмен айтатын болсақ, нақты веб түйіндерінде орналасқан беттерге сілтемелерді ұйымдастырады. Енді қарапайым мысалдарды қарастырайық. Бет ішіндегі сілтемеге келетін болсақ, оның мысалы ретінде биыл өздеріңіз білесіздер, адамзаттың екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби туғанына 1150 жыл толып отыр. Осыған орай бет ішіндегі сілтемелерді осы сайттан, яғни осы веб парақшадан қарастырайық. Қарапайым бір нәрсе, өткен сабақта біз түсіндірмелер жайлы айтқан болатынбыз. Мысалы, мына 4-ші деген санды шертетін болсақ, бізде басқа бетке ауыспайды, дерек көзді көрсетіледі. Немесе парақшаның жоғары жағына қарай ауысайық, нақты дерек беріледі Әбу Насыр әл-Фараби жайлы. Төмен жаққа қарасаңыздар, мазмұны бар. Осы мазмұн арқылы біз бет ішінде ауыса аламыз. Сәйкесінше өздеріңіз байқап отырсаңыздар, курсор қол түріне ауысты. Мысалы, туған жеріне барайық. Яғни ол қай жерде туылғанын білгіміз келсе, осыны бірінші пунктті шертеміз. Әбу Насыр әл-Фараби, шын аты Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлах әл-Фараби, яғни ежелгі отырар қаласында 870 жылы, одан кейін Сирияның Шам қаласында 950 жыл қайтыс болған екен. Ұлы ғалым, ойшыл, философ, математик, астролог, музыка теоретигі, әскер басының отбасында дүниеге келген. Тағы сол сияқты сілтемелердің түрлерін ұйымдастыра беруге болады. Келесі сілтеменің екінші түрі жүйе ішілік сілтеменің мысал ретінде мен сіздерге ЕГОВ мемлекеттік қызмет көрсету сайтын алғым келіп тұр. Мысал үшін біз қызмет алатын болсақ, қызметтерді шертеміз. Яғни ешқандай сайтқа ауыспаймыз. Сол сайттың ішінде ғана, бірақ белгілі бір категориясын ауысамыз. Яғни басқа бір бөліміне ауысамыз. Мысалы, маған отбасыға байланысты керек болатын болса, басамын. Отбасыға байланысты қызметтердің түрлері бар. Мен егер балам, жаңадан туылған бала бар болатын болса, мен оны кезекке қойсам болады балабақшаға. Басамын, яғни қолдың суреті пайда болған кезде. Одан кейін онлайн қызметті мен өзіме жасай беремін. Яғни сәйкесінше онлайн қызмет жасау үшін менде электронды цифрлы қолтаңба болу керек, ол енді бөлек тақырып. Біздің сілтеменің, яғни гиперсілтеменің үшінші түрі ол жүйе аралық гиперсілтемелер. Мысал ретінде біздің Жаңатас көпсалалы колледжінің сайтын алайын. Байқап отырсаңыздар, мынау Жаңатас көпсалалы колледжінің басты беті.
оң жағында тағы да бір баған бар. Бұл бағанда басқа сайтқа ауысуға болатын баннерлер тұр. Мысалы, мен мына бірінші тұрған баннерді шертейін. Яғни Қазақстан Республикасы президентінің сайтына ауысатын сілтеме бар бұл жерде. Өздеріңіз байқап отырсыздар, қол пайда болды. Шертеміз. Ақорда сайтына ауысты. Сонымен сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сілтеменің түрлеріне байланысты ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Енді кішкене практикалық жұмыс жасап көрейік. Жалпы Microsoft Word программасында сілтемелер қойып үйренейік. Өйткені Microsoft Word бізде мәтіндік құжат болып табылады. Яғни мәтіндік құжаттармен жұмыс жасайтын микропроцессор. Бізде мазмұн бар. Мазмұндан өту үшін мына жерде Ctrl пернесін басып тұрыңыз дейді. Яғни Ctrl пернесін басу арқылы мен Тараз қаласы жайлы мәлімет алғым келсе, басамын, сәйкесінше Тараз қаласы маған мына жерге ауысады. Енді мені қызықтап тұрған Жамбыл облысының халық саны керек болып тұр. Яғни Ctrl пернесін басып тұрмын. Халық саны деген ақпаратты жазуды бастым. Маған сәйкесінше сол жерге ауысты. Тура сол сияқты Тараз қаласы, тарихы, әкімшілік бөлінуі, табиғаты және өндіріс деген тақырыпшаларға өткен сабақтағыдай менде мазмұн құрылу тұр. Енді біз не істейміз? Бүгінгі сабақта біз өзіміз сілтеме құрып көрейік. Яғни құжаттың жоғары жағына өту, немесе басы бетке оралу, немесе файлдың жоғары жағына оралу, немесе мазмұнға оралу деген бір ақпарат жазып берейік. Мен мазмұнға оралу деген сөз қосайын. Бұл ақпаратты мен мәтінді оң жағынан бойынша туралайын. Яғни осы мазмұнға оралу деген сөзді басқан кезде менде мазмұнға ауысу керек. Ол үшін гиперсілтеме қоюым керек болады. Гиперсілтеме қою үшін мен қажетті мәтінді ерекшелеймін. Вставка бөліміне ауысамын. Ссылки тобы бар. Осы жерде маған керегі гиперссылка. Басамын. Гиперсілтеме қоюдың негізгі 4 түрі бар, бірақ бізге қажеттісі мына 3-і. Егер мен веб-страницаға, яғни веб-параққа өтетін болсам, белгілі бір сайтқа өтетін болсам, онда файл веб-страницай. Егер маған керегі мазмұн болса, өйткені менде сәйкес мазмұнға оралу керек қой. Сондықтан место в документе дейін. Одан кейін начало документа деген таңдаймын. Егер маған жаңа құжат құру керек болатын болса, онда мен новый документ таңдаймын. Әзірге маған керегі место в документе. Окейді шертемін. Начало документан белгілеп, окейді шертемін. Яғни менде байқап отырсаңыздар, түсті деп бағана ережеде айтылғандай көк түске ауысты. Асты сызылған болды гиперсілтеменің. Енді мен мазмұнына оралу үшін Ctrl-ды басып тұрамын да, мазмұнға оралу деген жазуды басамын. Жоғары жаққа ауысты. Тура осы әрекетті мен барлық тақырыпшалардың астына қойғым келсе, мен қайтадан оны орындап жатпай-ақ, осы мәтін бөлігін көшіремін де қоя саламын. Көшіремін де қоя саламын. Қоя саламын. Қоя саламын. Яғни барлық тақырыптан кейін менде мазмұнға оралу сілтемесі болады. Мысалы, мен халықтың санын оқып болдым. Маған мына жерге де бір сілтеме керек екен. Оқып болдым. Мазмұнға оралғым келеді. Басамын, мазмұнға оралады. Осымен бітті, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді үйге тапсырма алыңыздар. Қазір мен осы файлды құжатты сақтап қоямын. Жамбыл облысына қатысты деректі. Сіздерге қосымша жұмыс болсын.
Егер үйде компьютермен жұмыс жасайтын мүмкіндіктеріңіз болса, кішігірім практикалық жұмыс жасап көріңіздер. Бірге орындайық айдарында болады. Және 143 беттегі бірінші, екінші, үшінші сұраққа жауап беріңіздер. Одан кейін 144 беттегі дәптерге орындайық айдарында кестені толтырыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.